Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге варенье қосылған өте дәмді пирогтың рецептісін ұсынамын. Каналға тіркеліп, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен еріп тұрған сары майға қантты салып миксерлейміз. Жұмыртқаны қосып, тағы да араластырып аламыз. Ұнға қопсытқышты қосып араластырып, біздің жұмыртқалы массамызға 2 немесе 3 бөлікке бөле отыра қосып, алдымен миксермен, онан соң қолымызбен жақсылап қамыр болғанша илеп аламыз. Қамырды теңдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. 1 бөлігін мұздатқышқа, қалған 2 бөлігін тоңазытқышқа шамамен жарты сағат 40 минутқа жібереміз. Қамырымыздың үлкен бөлігін ыдысқа видеода көрсетілгендей жайғастырып шығамыз. Менде осындай джем. Бұл джемнің орнын кез келген вареньемен алмастыруға болады. Осылай бір тегіс етіп видеодағыдай жайып шығамыз. Мұздатқыштағы қамырды үккіштің осылай ірі көзінен өткізіп, бір тегіс етіп сеуіп шығамыз. 170-180 градуста шамамен 45-50 минуттай пісіреміз. Біздің пирогымыз дайын, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.